Ассаламағалейкум, қазақ елі, армысыздар. Мен Болат Қабылғанұлы, Қазақстан азаматымын. Мен осы видео мәлімдемені түсірудегі себебім аса мәртебелі президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев мырзадан және Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінен, Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінен, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетінен, Қазақстан Республикасының барлық жоғарғы заң органдарынан өтініп талап етемін. Серікжан Біләшұлын тезірек үй қамағынан босатып, о кісінің әділ шешім шығарып, о кісіге тезірек бостандыққа жіберуін талап етемін. Және де халықаралық Бірлескен Мемлекеттер ұйымынан, халықаралық адам құқығын қорғау ұйымынан, Еуропа парламентінен және басқа да халықаралық адам құқығын қорғау ұйымдарынан көмек сұраймын. Осы Серікжан Біләшұлына көмектесіп, осы кісіні тезірек бостандыққа жіберуіне көмектесулеріңізді сұраймын, өтініп сұраймын. Өйткені ол кісі Серікжан Біләшұлы кінәсіз, ешқандай заңсыз әрекеттер істеген жоқ. Ұлтаралық араздық тудыратын және де басқа да заңсыз әрекеттерді мен шұғылданған жоқ. Онда ешқандай әрекеттерін көргенде жоқ. Сол үшін ол кісіні кінәсіз деп танимын. Сол үшін осы барлық құзырлы органдардан өтініп сұраймын. Осы Серікжан Біләшұлын тезірек бостандыққа жіберуін, үй қамағынан босатып, тезірек бостандыққа жіберіп, тезірек бұрынғы жұмысын жалғастыруына талап етемін. Және де Сайрагүл Сауытбайқызына осы Қазақстан Республикасының құзырлы органдары көмектесіп, осы Сайрагүл Сауытбайқызына босқын мәртебесін беріп, Қазақстан азаматтығына қабылдауын өтініп талап етемін. Рахмет сіздерге.